Жел тоқтар емес. Үрініп арыда бері алып ұшқан дауыл Еріктің жанын суытып барады. Тыстан қаңылтыр шиқылы үздіксіз үн қатуда. Ұрын жел барша табиғатты күңірентіп жібергендей ызыңдай түсуде. Түн ызғар жел үй ішінде суытып, біртүрлі құлазыған дүрбеге айналдырғандай. Ерік іштей киіп жатыр. Қап мына желдің түрін-ай, басылар емес қой. Сағат 4 болып қалған шығар. Неге ұйқым келмейді? Әншейінде екі көзді қысып маза бермейтін ұйқы патшалығының өзі қалың мызғуға кеткен-ау шамасы. Ерік қасындағы келіншегі Айымның да ояу екенін сезіп жатыр, тынысы жай естілуде. Терезенің тұсынан орын алған кішкене диванда жатқан қызы Самал пысылдап ұйқының құшағында. Ұлы жайық тақарындасы Самалмен жарыса демалатындай керіліп жатыр. Тілі көкеге ғана келетін кішкентай сүйкімді балапаны жанай ара кідік ыңырсып қояды. Таң әлі атар емес. Терезеден сәулесі түсіп тұрғанмен ай көрінбеді. Ерік ұлының мінезі жайында ойланып жатыр. Бірде жайық мектептен келе үйдегі әкесін көріп қуанғаны сонша, көке, маған бір қызық әңгіме айтып берші демесі бар ма? Ерік ойланбастан бастап кетті. Сен сияқты бала мектептен келіп әкесінен: әке, адамның маймылдан жаралғаны рас па? Деп сұрапты. Сонда әкесі: рас, балам. Бірақ әр халық әр түрлі маймылдан жаратылған. Мысалы, шимпанзе деген кішкентай қара маймыл бар, одан грузиндер шыққан. Үнемі тоғайда асылып тұратын орангутанг деген жирен маймыл бар, одан армяндар тараған. Жұдырығымен кеудесін ұратын горилла атты еңгезердей маймылдан орыстар шыққан. Ал біз, қазақтар, қайдан пайда болдық? Деген ұлына: балам, біз ең жасы үлкен халықпыз. Бізде маймылдың өзі жаратылған деп айтып ұлына қараған Ерік жайықтың қатты ойда отырғанын байқаған. Ұлының тіпті жымимағанына таң қалды. Сол кездегі баласының бейнесі әке жүрегін қатты тебірентті. Ойлы баладан бірдеме шығады деп өзін жұбатқанды. Ұлының көп ойланатынын біледі. Таңның бозарып атқанын да сезбей қалған екен. Айым күндегіше ерте тұрып үй шаруасымен айналысып кетіпті. Барлығы бірге таңғы астарын ішіп тарасты. Ерік ұлы жайықты мектепке дейін шығарып салды. Тіпті баласымен ісі болмай ойға батып кеткен екен. Жақсы, көке деген ұлының жарқын дауысынан оянып кеткендей, томпаңдап кетіп бара жатқан жайықтың соңы үйдің қасындағы мектепке тездете жетті де, сол жерде біраз тұрды. Арман ғой, арман адамды жүрек ауруынан да жазып жүре. Ұлының келешегі жайында тәтті ойға кетті. Үлкен азамат болуын тілеп, фирмаға қарай беттеп келеді. Ешкімге жалынбас еді, әттең мына заманда жалындырмай, жағымпазданып жан-жақтағы жоқ мінезді шақырмайынша жұмысқа қабылдайтын басшы қалған ба? Жақсы басшылар бар әрине, олай болмаса өміріміз өзгеріп шыға келген болар еді. Үлкен ғимараттың сүсті бейнесі адамды сүйсіндірмей керісінше кері тартатындай қорқынышты еді. Хатшы қыздың рұқсатымен басшының кабинетіне сәлеммен кіріп келгені сол-ақ екен. Андағы орындыққа отыра тұрыңыз деген суық дауыстан шегіне барып отыра кетті. Қыз болса мейлі екен, жігіт басынмен сонша басынғаны несі? Әрине қыз балаға да мұндай жағдай тілемеспін, бірақ олардың сызылып отыра беретін мінездері осындайда жарасып-ақ кетері сөзсіз. Ал менің алпамыстай болып отырғаныма жол болсын. Бірдемелерді оқып отыр. Әлі отыр. Басшы дейтіндей кісі тартар түрі жоқ, дәу қара екен. Адам баласының бейнесін бірнеше түрге бөлуге болады. Төртбақ гипертониктер, ұзынтұра астениктер, момын пішінді семіздер, қатқан қабақты жүдеулер, жануар бейнесін беретін ата тектес маймыл сындылар немесе қорсиған доңызға ұқсастар. Мына дәуді осылардың қайсысына жатқызуға болады? Бір көріп адамды жіліктеп айтып жоқ мінезін бардай етуден аулақпын әрине. Бірақ мына дөң көздің ойында нелер барын кім білген? Юлий Цезарь, қорықсаң арық адамнан қорық деген ғой. Сонда бұл кісінің жақсы жоқ, білімділер де жаңылсады. Мен неге бұл кісіге жаман мінездің барлығын жиып, төбеме қара бұлтты орнатып отырмын? Бірдеме десем, шыға беріңіз деп жауап қатуы да ғажап емес. Бір кезде есіктен көркем жүзді, ашық өңді кісі кіріп келді. Жаңағы төрде отырған дәу қара демнің арасында кішкене мысықша жорғалап: орныңызда уақытша отырғаныма ренжімесіз, сізді күтіп деп қысыла кері шегінбесі бар ма? Армандауға да болмай ма десейші, жарайсың, қолдан келсе неге болмасын деп күлімдеген мейірімді жаның басшы, ал жаңағы дәу қараның жай қызметкер екенін білді. Білді де қатты қуанды.
және дәу қараның басшы бола алмайтынын да ойлап қойды. Сонымен Ерік көп замай беделді фирманың білдей қызметкері болып шыға келді. Өмір алма кезек деген рас-ақ екен. Бүгін жыласаң ертең күлесің. Ал күлкінің де сұрауы, жауабы болады. Әке, көрші атайға көмек керек-ау шамасы деген Жайықтың жарқын сөздерінен бір құпияның ұшын суырып білу қиын еді. Қандай көмек керек екен? Әке сұрағына Жайықтың жауабы дайын болса да қарт атайдың жападан жалғыз отырып, ойға шоматын кездерін есіне алып, терең дем алды. Әкесі біраз үнсіздіктен жалықты ма, оқып отырған газетін беттестіріп үстелге қойды да. Қандай көмек керек екен? Деп сұрақ толы жанарын ұлына қадаған Ерік 9-шы сыныпта оқитын Жайықтың біреулер үшін ойлана алатынына шын қуанды. Бүгін таңертең атайдың көшеден темекі тұғылын теріп шеккенін көрдім. Ақшалай болса да көмек берсек қалай болар екен? Жайық терезеге көз тастап көрші атайдың үй жағына қарата мойнын созды да әкесінен жауап күткендей бері қарады. Балам, дұрыс айтасың, кімге болса да бар болып тұрса берген жарасады. Бірақ мұндай жағдайда жарасымдылықтан гөрі Алла жолын көп қарастырған жөн-ақ. Түсінбедім сонда. Көмек бермеймін деген жоқпын әрине, бірақ кімге болса да тегін нәрсе жұқпайды. Тәтті болмайды дегім келгені ғой. Жайық тағы да түсінбеген жүз танытты. Бір жолын тауып, не берсек те тәттілігін сезіне білетіндей етіп берейік деген әке сөзін толығымен түсінген Жайық көп ойланды. Ұлым, осы кезге дейін талай жағдайларды бастан кешірді. Адамда бір нәрсеге деген қызығушылық болмаса, онда оған қысым арқылы жету қиын. Ал бір нәрсеге қызығу үшін ол жанның жүрегінде тыныштық, қалыптылық болуы тиісті. Мүмкін ол кісі біреуден бір нәрсе алуға қысылатын болса олай болуы да мүмкін. Көрші атаймен сөйлесіп көрсең қайтеді деп Жайықтың жүрегіне сенімділік ұялатты. Жарайды, әке, сөйлесіп көрейін. Жұмыс уақыты бітіп қалды. Ерік кабинетінде әлі отыр. Бүгінгі жұмыстарын жауып қойғалы қашан. Көмекші жігітке қайта беруіне болатынын айтып, өзі осында біраз отыра тұруға шешті. Жұмыс басты болып кеткелі отбасына аз уақыт бөліп жүргені жанына қатты батады. Жайықта әне-міне дегенше 9-шы сыныпқа да келді. Бүлдіршіндей қыздары өсіп келеді. Жайық шығармашылықпен айналысып жүр. Жүрегі жас болса да, өзін ересек жандай ұстайтын ұлының газет бетіне жариялауға дайындап қойған шығармаларын талай тексеруден өткізіп, ойын ашып айтатын. Әкесіне ойланып қарап отыратын Жайық аман болса келешегі жарқын болуға тиісті. Ерік көп отырды, тіпті күнде батып қалыпты. Жай басып кабинетінен шықты. Көмекші жігіт әлі отыр. Ерік үндемеді. Тек жұмысына жауапты жігіт деген ой ғана көкейінен орын алды. Басшысын сыйлайтын жан осындай болса, одан артық құрметтің қажеті қанша. Басшысынан бұрын қайтып кейін келетін көмекшіден не үміт? Үйге қашанда қуанышты кейіпте келетін Ерік бүгінде дәл сол қалпында босаған аттады. Балалар мен келіншегі Айым әдеттегідей кешкі асқа Ерік келген соң ғана отырды. Балаларының тәрбиесімен көбірек айналысатын Айымға бір мезгіл көмектесіп, ең болмаса ұлының жиналысына өзі барғысы келеді. Бірақ амал қанша қызметтегі жан белгілі емес пе? Сонда да балалармен уақытын бірге өткізгісі келеді. Әдеттегіше кешкі астан соң бүкіл жаңа газеттерді жайып тастап, үңіліп отыратын Жайық сол қалыбынан айнымаған. Қызы Самал есебін шығарысуға көмек сұрап, анасына маза бермей ары-бері жүруде. Ерік теледидар көріп отырса да ойы басқа нәрселерде. Осыдан бірнеше жыл бұрынғы күндері есіне түсті. Қиын кездер алыстап кетсе де, әлі кешегідей есінде. Ал бүгінгі күні мезгілдің жаз айлары секілді, жайдары әрі тәтті. Ең бастысы балалары тәрбиелі, ештеңеден тарлық көрмейді. Самал жел бетін сипағандай күлімдеген кейіппен мектептен қайтқан Жайық көрші атайды көшеден жолықтырды. Күндегіше сәлемдесіп өте берген Жайыққа. Тоқтай тұршы, балам деген қарттың дауысы қуантып жібергендей кілт бұрылды. Кел, қасыма отыршы, Жайықта үн жоқ. Көптен бері осыны күтіп жүрген балада атаймен ашық сөйлесуден өзге тілек аз болатын. Жақында газет бетіне жарияланған естелік мақалаңды оқыдым. Суретіңнен танып сақтап жүрген едім. Газет оқуды ұнататынын ойламаған Жайық қуанышын жасыра алмай жымиды. Жақсы жазылған екен, маған қатты ұнады. Және мен сияқты жандарға да ұнайды ғой деп ойлаймын. Қарт атай жақында ғана Жайықтың сол бір кездесу деген тақырыптағы естелігін жариялаған газетті күртешесінің ішкі қалтасынан суырып алып, маған өз даусыңмен оқып берші деп қиылды.
Жайықтың қуанышы қойнына сыймай газетті қолына алды да оқи жөнелді. Қыстың керемет күндерінің бірінде жалғыз жүріп, көше бойымен келемін. Анадайдағы қар жамылған шыршалар арнайы табиғат шебер жасандырып қойғандай көзге әдемі көрінеді екен. Қардың қыршылы ауылдағы бұлақ үнін есіме түсіргендей көңілім көтеріліп қалды. Иә, бұлақ үні, бұлақ сылдыры, өзеннің бастауы. Қарсы алдымдағы бірнеше бос орындықтардың біріне отырдым. Сәл қашықтау жерде орналасқан ескі дүкеннен егде тартқан, қолында таяғы бар жұпыны киінген кісі шығып, маған қарай келе жатты. Осы бір бейтаныс қарт адамға еріксіз көңіл аудардым. Аяғын сылтып басады екен. Менің қасыма жеткенше шаршап кетті-ау шамасы, орындыққа отыра кетіп терең күрсіне дем алды. Біраз отырып, маған көзінің астымен ойлана қарады. Біреуге ұқсатып отырғандай ма, әлде бірдеме дегісі келді. Орнымнан жаймен көтеріліп жүре бергенім сол-ақ еді. Ұлым деген мұңды дауыстан селт етіп кері бұрылдым. Қарттың көздерінен тарамдала аққан жас көрдім. Аузыма сөз түспей тұрып қалыппын. Бауырларың бар ма? Деді маған тіке қарап. Мен бауырларымды оймен бір шолып өттім де, қуанышты үнмен. Иә деп жауап қайтардым. Жақсы, балам, жақсы. Менің жүрісім мынау. Қарттар үйін жағалап, сендерге Алла сыйлы, жақсы өмір берсін деп төмен қарап біраз отырды да орнынан тұрып әрі қарай жүріп кетті. Қарттың сырт киімінің қалтасынан жарты белінен көрініп тұрған шарап бөтелкесін көріп қалдым да ойланып көп тұрдым. Қиындықты көтере алмай ішетін болуы керек. Аяғын сілтеп басып алысқа ұзап кеткен кісіні содан кейін қайта кездестірмесем де, аз уақыттың сол бір аянышты кездесу есімде мәңгіге қалып қойыпты. Шырағым, мына әңгімен көзіме жас үйірді ғой, өзің өте ақылды бала екенсің. Атанаң жақсылап тәрбие бере білген болды ғой. Адам жеміске, атана жеміс ағашына ұқсайды. Жеміс ағашын жақсы қарап күткендегі атанаңды аялап бақсаң, сен туралы олардың дұғасы қабыл болады екен, балам. Мына ойлы әңгімеңмен секілді қарттардың барлығына ұнайды, күш береді деп ойлаймын. Білесің бе, сен маған үлкен қуат сыйлап күш бердің. Өмірге қайта келгендей болдым. Осы әңгімені оқыған сәттен бастап мен өмірге басқа көзқараста қарауға тырыстым, жұмысыма қайта оралдым. Ешкімге керексіз жандай едім, жоқ. Қазір мен елге керек екенімді сезіндім. Мұң басып, жабырқаған жүрегіме қуат сыйлағаның үшін көп рахмет, балам. Менің әңгімем мұншалықты өзгеруіңізге себеп болмаған шығар деп ойлайтын болармын. Осындай әңгіме жазу сенің қолыңнан келгенде, менің жақсы жаққа қарай өзгеруге неге күшім жетпесін? Атай кемсеңдеп жылап қалды. Ата, сізге көмектескенім үшін қуаныштымын. Өмірдің керемет екенін сезбейтін жандарға сәл болса да өз үлесімді қосып, алға жетелегенім үшін қуанамын. Жастық шақ жаза басқыш. Кемел жас қатеге қарсы күрескіш. Кәрілік қатесін ойлап өкінгіш, соңы